Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен, яғни 1688 таба сайттарының программаларын, телефон программаны қалай қолдану керек, телефонда қалай заводтың сенімділігін, тауардың сапасын анықтауға болады. Ол үшін ең бастапқы біз не істейміз, қай жерлеріне қарау керек, сол туралы ақпараттар беретін боламын. Жақсы, есе кеттік. Қарап отырсаңыздар, бұл 1688-дің басты беті. Артқа қайтайын. Сіздерге түсінікті болу үшін қарап отырсаңыздар, телефондарыңызға таубаудың және де 1688-дің программасын түсіресіздер. Түсіріп болғаннан кейін түсірген кезде дұрыстап қараңыздар. Осы екі түрлі болады. Осы екеуін түсіресіздер. Соңғы видеоларда тағы оны таубауды қай уақытта қолдану керек, 1688-ді қай уақытта қолдану керектігін тағы да видео жасап жіберетін боламын. Сондықтан каналға тіркеліңіздер, жазылыңыздар, ақпаратты жоғалтып алмаңыздар. 1688-ді, яғни 1688-ді басамыз. 1688-дің басты бетіне өттік. Алдыңғы видеода, яғни осы 1688-дің басты бетімен таныс болдық. Қалай жұмыс жасау керек, қалай іздеу керек. Қысқаша тағы да айта кетейік. Тауардың, яғни тауардың атауымен іздеу керек. Бұл жерде міндетті түрде қытайша атауымен болады. Және де фотомен іздеу керек болады. Яғни телефоныңызға тауардың фотосын сақтап алып, осы камера арқылы тауар іздейсіз. Осы екі жолы бар. Жақсы, ары қарай тағы да кеттік. Біз енді тауардың атауымен іздейік. Ол үшін бізге қытайша білмесек не көмектеседі? Әрине, телефондарыңызға Google Translate-тің программасын орнатасыздар. Бұл Play Market-те бар, түсіріп алыңыздар. Осыны басасыздар, басқаннан кейін, яғни сізге не тауар керек? Не тауар керек болса, соны жазып іздейсіздер. Яғни мына жерде мен іздедік. Сол жағына орысша, оң жағына қытайша деп талдайсыздар. Бірінші, мына жерде басасыздар, басқаннан кейін, яғни біз жазамыз. Бізге, яғни қазіргі уақыт қыс курткалар керек, пуховиктер керек, қарап отырсаңыздар, міне, пуховик деп іздегенбіз. Пуховик деп жазасыздар, оның кейін бізге төмен жағына қытайша атау шығады. Яғни осы курткалардың атауы. Міне. Курткалардың атауы. Яғни осыны копират етесіздер, копи жасайсыздар да, соны апарып қоясыздар. Осыны басасыздар, копи болады, не копи болды. Енді 1688-дің басты бетіне көшеміз қайтадан. 1688-ге шығасыздар, яғни тауар іздеу осы жерде поискті басасыздар. Басқаннан кейін бізге осы жерге тағы копи жасағанды осы жерге қоясыздар. Мышканы қатты басып тұрып, 2-3 секунд, оның кейін пастты басасыздар. Алдындағы сабақта айтылғандай, бұл жерде, яғни екі маңызды бар. Бірінші тауар іздеу, екінші завод іздеу. Әрине, біз осы салада жұмыс жасағаннан кейін, бірінші заводтың сенімділігін, жақсы завод алдау керек, сенімді завод. Оның кейін ары қарай сапалы тауармен жұмыс жасаймыз. Заводты алдаймыз, яғни басылып кетті. Мысалы, тауар талдайтын болсаңыздар, қазір айтамын. Міне, тауар деп жазған кезде төбесі сарыға өзгереді, қалғаны қара болып тұрады. Тауар деп іздесе төмен жағына міне ақпараттар шығып отыр. Бізге бірінші заводтың сенімділігін анықтау керек. Заводты басамыз, басқаннан кейін поискті басамыз. Іздеуді басамыз. Бізге, яғни заводтың соған байланысты заводтар шығады. Курткаға байланысты, яғни куртка шығаратын заводтарды шығарады бізге. Қарап отырсаңыздар, міне курткаға байланысты заводтар шықты. Бұл жерде сан миллиондаған заводтар бар. Енді сан миллиондаған заводтардың арасынан біз сенімділігін алуымыз керек. Сенімді заводты талдап алып, сонымен жұмыс жасауымыз керек. Қарап отырсаңыздар, төмен қарай сіздер кете береді. Содан талдайсыздар. Енді жоғары жағынан мен біріншісін қарай салайын. Ең бастысы сіздер неге қарау керек, неге
нені білу керек? Ең бастысы сіздер сертификаты бар ма жоқ па? Сертификат өте маңызды. Үкімет атынан осы зауытқа берген сертификат сапалы, сенімді жұмыс жасайды деген. Бұл өте маңызды. Екіншісі керегі, яғни сенімдік жылы. Яғни сенімдік алып жұмыс жасағана қанша жыл болды? 3 жылдан жоғары болса, нормай, жақсы. Егер де 5 жылдан жоғары болса, оған күмән келтірмей жұмыс жасай берсеңіздер болады. Және үшіншісі, яғни осы зауыттағы қанша тауар түрі бар? Куртка, ол бір түрлі куртка шығаруы мүмкін. Әрине ол көптеген түрін шығарады. Тауардың көбеюі түрі көп болса, яғни сіздің сатылымыңызға және сізге ұнауға да жақсы болады. Өзіңіздің дүкеніңізге жұмыс жасағанға өте пайдалы. Және де тұрақты клиент. Қаншама клиенттер осы соншама жыл болды жұмыс жасап жатыр. Клиент көп болған сайын бұл зауыттың сенімділігін арттырады. Яғни тікелей осы зауытқа тіркеліп жұмыс жасап жатқан клиенттер. Осы 4 жерге өте маңызды қарайсыздар. Зауыттың сенімділігін анықтайсыздар. Жақсы, енді арғай, яғни біз зауыттың сенімділігін анықтадық. Бұл жақсы зауыт, енді осы зауытқа кіріп көрейік. Бұл зауыттың тауарлары сізге ұнай ма, жоқ, ұнамай ма? Бағасы қымбат па, арзан ба, сізге тиімді ма, тиімсіз ба, тауар түрлі қандай? Сол сияқты. Тұрақты клиент. Ал жоғары жағында міне зауыттың басты сайтына кірдік. Кіріп жатырмыз, күтеміз. Сіздердікі де осындай жасау мүмкін, біраз интернетке байланысты. Қарап отырсаңыздар, міне сайт, яғни осы зауыттың басты беті. Бұл жерде яғни біз көзге түсетін, қарайтын, міне бағантағы айттық, сенімдік жылы, және міне сауда моделі 4. Жалпы жұмыс жасап жатқан адам 11 мыңға жоқ жұмыс жасап жатыр, өте сенімді. Енді тауардың түрлері өте көп, төмен қарай тартамыз, міне. Бағасы лайықты, қарап отырсаңыздар, міне. Өздеріңіз көріңіздер. Әртүрлі өзгеріп отырады, осыдан өздеріңіз қарайсыздар. Қарап отырсаңыздар, міне. 96 юан деп отыр, яғни қазіргі Қазақстан нарығында 15-20 мыңға сатылатын курткалар 96 юан, яғни 5 мың, 6 мың бағада тұрады. Келіммен 7-8 мың болады. Арада қанша пайда батқан өздеріңіз көріп отырсыздар. Сондықтан қорықпай, сенімді зауытпен жұмыс жасаңыздар. Сатылым болып жатыр, міне. Қаншалық сатылым болып жатқан. Мысалға, біз енді яғни осы куртканың сапасын тексеріп көреміз, ішіне кіреміз, яғни қарап отырсаңыздар, видеоларын, фотоларын көруімізге болады. Және де инстаграмдарыңызға, ватсаптарыңызға реклама жасап шығарып сатсаңыздар болады. Тоныға анық түсірілген, ешқандай жасаудың қажеті жоқ. Енді төмен тартасыздар, 2-3-тіктен жоғары болу керек, бағасы 105 юан деп жатыр. Ішкі доставкасы 6 юан. Енді төмен қараймыз, яғни 30 күннің ішінде 48 тауар сатылған. Қайтайланып келіп тауар алған адамның саны 6,67%, яғни жақсы. Яғни сізге ұнады, қайтадан келіп алдыңыз деген сөз. Сол сияқты жұмыс жасау керек. Төмен қарай. Әрине міне жерде қарап отырсаңыздар, міне қандай тауардың қандай түрлері бар көруіңізге болады. Міне. Бұны келесі видеода айтатын болам, қалай заказ берейік, светін, размерлерін қалай таңдайсыз, қалай скриншот етесіз, оны айтатын болам. Сілтемесін қалай басып жібересіз. Жақсы. Зауыттың, яғни тауардың сенімдігін осы жерден қарайсыздар. Және де пікірлеріне қарайсыздар, озыптарын. Пока қазірде бұл жерде озып жоқ, көбінесе озып қалтыру керек. Жақсы, жаман. Жаман көбінесе, егер де жаман болса, озып көбінесе көп қалтырады. Егер де жақсы болса, көбі алады, қалдырам дегені қалдырады, көбі қалдырмайды. Сондай жұмыс жасалады. Жалпы осы, яғни осы тауармен алып болғаннан кейін, сіз жіберіп болғаннан кейін артқа қайтасыз, осы зауыттағы басқа тауарларды заказ бересіз. Яғни бұдағы мәселе барлық тауарды бір қорапта келетін болады. Жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі видеода қалай заказ беру, сол туралы ақпараттар беремін. Жақсы, онда сау саламат болыңыздар. Келесі видеоны көріңіздер.